бесті кел. Қазақ тілінің негізі болып табылатын 42 әріп липучкалы ойында. Бұл А3 форматта жасалынған липучкалы ойынның түрі әліппеге арналған. Яғни бұл жерде бала 42 әріпті ғана біліп қоймай, әрбір әріпте бейнеленген заттардың атауларын да біле түседі. Сондай-ақ сол заттардың түсін түстеу арқылы түстерді ажырата бастайды. Сондай-ақ баланың қол моторикасы да дами түседі. Қызымның жасы 4-те, ол әріптерді танымайды, бірақ сол суретте бейнеленген әріптің бейнесіне қарап, ол солайнан тауып алып жатыр. Сол кезде мен оған әріптің атын ататып, яғни А әрпінің бейнеленгенін көрсе, бұл А деген әріп деп солай үйретіп тауып жатырмыз. Және де Аның түсі қызыл, яғни ол дауысты екенін болашақта біле жатар, бірақ Аның жаңа әріптің қызыл түске боялғанын айтып, түстерді ажыратып даму үстінде жатырмыз. Дәл сол секілді сізде осы шаблонды менен электронды түрде ала отырып, немесе дайынына почта арқылы тапсырыс бере отырып, балаңызға да осындай дамытатын ойынды жасап алсаңыз болады. Әрине, принтеріңіз болса, үйде осыны шығарып алып, балаңызға бірден қолына ұстатып, дамытып жіберуге болады. Құрметті аналар, осы ойынды балаларыңызбен ойнағаннан кейін қандай нәтиже болғанын міндетті түрде комментарийға жазып бөлісіп, және де комментарийге алдағы уақытта қандай ойын түрлерін менен күтесіздер, соны жазып қойсаңыздар, мен оқып жауап беретін боламын. Менде әліппенің электронды түрдегі нұсқада 2 фондағы түрі бар. Біреуі міне көк түсті, және біреуі ақ түсті фонда бар. Соларды маған сілтемеге өтіп, менен сұрайтын болсаңыздар, мен сіздерге жіберетін боламын. Одан кейін оны қатты глянц қағазға шығарып, ламинаттап, одан кейін липучканы жабыстырып, солай жасап ойынды ойнай беруіңізге болады. Барлығыңызға сәттілік. Каналымда болғаныма өте қуаныштымын. Тіркеліп алыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет.